Сәлем достар, Квизко арнасына хош келдіңіздер. Бүгінгі видеода стикерлер арқылы сөзді табу ойынын ойнайтын боламыз. Барлығы 26 сұрақ болады. Табуға 10 секунд беріледі. Әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпайдан беріледі. Қанеки сенің қаншалықты ақылды екеніңді тексеріп көрейік. Ал ендеше, дайын болсаң, біз бастаймыз. Алғашқы сөзді таба аласың ба? Бұл сөздің жауабы талқан болатын. Келесі сөзді тауып көрші. Жауабы Арыстанбек. Ал енді мына сөзді таба аласың ба? Жауабы Алмагүл. Мына сөзді тауып көрші. Жауабы Балтабай. Ал енді мына сөзді таба аласың ба? Жауабы Сарышаян. Ал мынау қандай сөз? Жауабы туысқан. Бұл қандай сөз? Жауабы ақшақар. Бұл сөз саған өте оңай. Дұрыс, жауабы тасбақа. Ал енді мынау қандай сөз? Әрине бұл қанат. Ал мынау қандай сөз? Дұрыс жауабы ержүрек. Мынау ше қандай сөз? Жауабы Тасбеке. Бұл сөзді таба аласың деген ойдамын. Жауабы Гүлшахар. Балара. Ал бұл қандай сөз? Жауабы Қылышбек. Мына сөзді тапшы. Әрине бұл Гүлайым. Ал мынау қандай сөз? Әрине жауабы Тәттібек. Бұл сөз саған оңай деген ойдамын. Дұрыс жауабы Батыржан. Ал мынау қандай сөз? Жауабы Асқар. Ал енді мына сөзді тапшы. Жауабы Құндызай. Ал бұл қандай сөз?
Дұрыс айтасың, Ғаламтор. Мына сөзді тапшы. Дұрыс, бұл сары май. Бұл қандай сөз? Әрине, бұл 40 қабат. Ал мынау ше, қандай сөз? Жауабы ит мұрын. Мынау қандай сөз? Алтын балық. Бұл сөзді таба аласың деген ойдамын. Әрине, бұл Гүлжайна. Ал бұл қандай сөз? Жауабы көкбет. Бұл сөз сен үшін оңай деген ойдамын. Әрине, жауабы балмұздақ. Ал бұл қандай сөз? Бұл сөз Айнұр болатын. Ал мынау қандай сөз? Жауабы бұзаубас. Ал енді мына сөзді тауып көрші. Әрине, бұл патша гүл. Мынау қандай сөз? Бұл аяру. Осымен достар, видеомызды аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, қош.